Медициналық қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін елдегі емханаларда 152 полиция бекеті орнатылды. Денсаулық сақтау министрлігі аумақтық полиция департаментімен бірлесіп ұйымдастырған бұл посттар тәулік бойы жұмыс істейді. Оның 30-ы қалалық стационарларда, 10-ы облыстық, 12-сі балалар, 5-і перинаталдық орталықтарда, 48-і аудандық орталық, ал 23-і аудандық ауруханаларда орналасқан. Полиция қызметкерлері оқиғаларға жедел әрекет етіп, медицина қызметкерлері мен пациенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Егер орын алған жағдайда әкімшілік бұзушылық белгісі болатын болса, онда міндетті түрде электронды планшетпен жасаған құқық бұзушылыққа сәйкес хаттама толтырылып, осы оқиға орын алған жерде соны қарайды. Егер басқа да оқиғалар орын алған жағдайда, оны міндетті түрде ақпарат енгізу кітабына тіркелгеннен кейін жан-жақты тексеру жұмыстарын жүргізіп, егер де қылмыстың белгісі болатын болса, оны сотқа дейінгі тергеп тексеру бірыңғай тізіліміне енгізеді. Енді полиция қызметкері келгеннен кейін, яғни өзінің тоны түседі, кішкене жалпылама өздері айқайды азайтады. Яғни қорғаныс жағынан өте жақсы бізге көмек көрсетіп жатыр.